6 жастан 16 жасқа дейінгі аралықтағы ер балалар арасындағы Құранның соңғы 30-шы парасы мен жарты парасын жатқа айтудан Құран жарыс болып өтті. Зейінді жас қарилер Құранда мәнеріне келтіріп оқыды. Сайыс жеңімпаздарына арнайы сый-сияпаттар да табысталды. Сарыағаш аудандық орталық мешітінің ұйымдастыруымен аудан көлеміндегі мешіттердің жанындағы сауат ашу курстарының шәкірттері арасында Құранның соңғы 30-шы парасы мен жарты парасын жатқа айтудан Құран жарыс болып өтті. Ол сайысқа 6 жастан 16 жасқа дейінгі 60-тан аса шәкірт қатысты. Bizim ауданымыз бойынша өсіп келе жатқан жас өскелең ұрпақтарымызды асыл дініміздің темірі қазығы болған Құран кәрімді жатқа және мәнерлеп дегендей оқудан бір сайыс өткізіп жатырмыз. Негізгі мақсат осы Құранымызды ата бабамыздан келе жатқан асыл қасиетіміз тұнып тұрған Құранға шыңдау мақсатында өткізіліп жатыр. Бұған енді үлес қосып жатқан барша азаматтарға алғысымызды білдіреміз. Кәсіпкерлер тарапынан дайындалған жалпы жүлде қоры 440 мың теңгені құрайды. Құранның соңғы 30-шы парасын жаттап, бірінші орын алған шәкіртке 60 мың, екінші орынға 50, үшінші орынға 40 мың теңге сыйақы тағайындалған. Ал Құранның жарты парасын жаттап, бірінші орын алғанға 40 мың, екінші орынға 30, үшінші орынға 20 мың теңге берілді. Ал қалған балаларға ынталандыру сыйлықтары, түрлі кітаптар, сый-сияпаттар табысталды. Қуаныш Амангелді, Ережеп Тұрғынбайұлы, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.